Ұстаздық жолына енді біздің оқыған кезімізде негізі дәрігерлер мен мұғалім боламыз деп армандайтынбыз сондай мамандықтарды. Ал мен өзім дәрігер болғым келетін. Бірақ дәрігерлікке қолым жетпеді, ұстаздық жолын таңдадым. Сол ұстаздық жолыма солай келдім. Мен бос уақытымда көбінесе бала тәрбиесімен айлансам үйде. Сонымен қатар тігуді өте жақсы көремін. Және музыка тыңдағанды жақсы көремін. Үй жинап жүргенде болсын, қандай уақыттарда жақсы музыка қойып, сонымен жұмыс істегенді жақсы көремін. Мұғалімге болу әрине оңай емес. Әркім мұғалім бола бермейді. Бұл жерде мұғалім болатын адамның жүрегі кең болу керек, білімді болу керек. Жәнеден балаларды өте жақсы көру керек. Сол білім мен балаларды жақсы көрушілік үйлескен жағдайда жақсы мұғалім шығады деп ойлаймын. Қай маман болсын, өзінің болашақ мұғалімдік мамандық таңдаған кезде білімді және адамгершілігі жоғары адам болу керек. Қазіргі қоғамда тіптен де адамгершілік біліммен қатар өте қажет.